Партада екі қолы қалтада. Апай сұрақ сұраса, ұмыт қапты масқара! Бәрекелді. Көп рахмет. Ендеше біз қазір ойынымызды бастайтын боламыз. Жаңа оқыған тақпақтарыңызды 21 ғасырдың стилімен, яғни рэп жанрында оқитын боласыздар. Сіздерді музыкамен әліп отыратын болады. Ендеше аға ортаға шықсаңыз. Йо деп қазір импровизация жасайсыз. 1, 2, 3. Иә, сол тақпақты айтатынбыз. Бәрекелді, қошемет. Қошемет. Вся душа моя в тумане и в холодных льдах. Ты не стой перед глазами, не снись во снах. Заслонил лицо руками, все это вслух читай. Все равно перед глазами будешь ты стоять. Шапалақ қайда? Бәрекелді, қошемет. Жастарымыз бастасын. Бұл жерде қазір бәсеке болып жатыр. Жастар жеңіске жете ме немесе үлкен буын ағаларымыз жете ме екен? Ендеше сізді көрейік өнеріңізді. Давайте все поднимем руки вверх. Айбатыр, Карина. Счастье вам. Скажи-ка, дядя, ведь недаром Москва спаленная пожаром, с французом отдана. Недаром были схватки боевые, да говорят, еще какие. Недаром помнит вся Россия про день, про эту свадьбу точнее. Жастар бақытты болсын деп импровизация жасап аға. Бастаңыз. Я вышел из лесу, был сильный мороз. Қошемет, шапалақ. Было домой. Енді бастайма деп жатырмын аға сізді. Жарайды, жастарымызға кезек берейік ендеше. Осыдан кейін бастаңыз, рұқсат. Сказка. Недаром дети любят сказку, ведь сказка тем и хороша, что в ней счастливую развязку лишь почувствует душа, и на любые испытания согласны храбрые сердца. И в ней ожидании всегда счастливые конца. Все. Бәрекелді. Аға, жаңа тақпақты емес, өзіңіз ойдан шығарып, сұрып салып бір өлең айтсаңыз, заманауи стильде. Қошемет, шапалақ. Жастар бақытты болсын. Бәрекелді. Түйенің соңғы жүгі ауыр дейді. Ортаға шықсаңыз. Рұқсат сізде. Бастаймыз. Екі қолы партада, апай сұрақ сұраса, ұмыт қапты масқара. Айбатыр мен Карина, бақыт сандер тілеймін, көңілдерің көкке ұшсын, бақыттарым көкке ұшсын, ура! Бәрекелді. Көп рахмет. Достық жеңді дейміз ба? Бәрекелді. Ағаларымыз жеңді дейік. Орындарыңызға, жайға соларыңызға рұқсат.